Баршаңызға сәлем. Бүгін біз ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлу тақырыбын жалғастырамыз. Және біз алымы да бөлімі де ондық бөлшектердің көбейтіндісі түрінде берілген бөлшектерді қысқартуды үйренеміз. 927-928 есептер тиімді тәсілмен есептеңдер деген. Бізге мынадай бөлшек сан берілген. Бөлшектің алымында 0,7, ал бөлімде 2,2 қосу 1,3 екен. Біз бұл жерде алымын өзін қалдырып, бөліміндегі амалды орындаймыз. 2,2-ке 1,3 қосамыз, бұл 3,5 болады. Енді осы бөлшек сандағы ондық бөлшектердің үтірден кейінгі цифрлар санына қараймыз. Мына жерде 3,5-те 1 цифр екен, 0,7-де 1 цифр екен. Ендеше біз бұны бір нөлі бар ондық разряд бірлігіне көбейтеміз. Ендеше яғни 10-ға көбейтеміз. Үтірден кейін неше цифр болса, сондай ондық разряд бірлігіне көбейтеміз. Сонда бұны 10-ға көбейтеміз, алымында 10-ға көбейтеміз. Міндетті түрде екеуінде бірдей разрядтық бірліктер нөлі бар разряд бірлігіне көбейтуіміз керек болады. Ендеше мына жерде 3,5-ті 10-ға көбейтсек 35 болады, ал 0,7-ні 10-ға көбейтсек 7 болады. Демек, бұл жерде натурал санға келтіріп алдық. Енді бұл натурал сандарды біз қысқарта аламыз. 35 пен 7-ні 7-ге қысқартамыз. 7-ге 1-ден 35-ке 5-тен беріледі. Демек, бұл бөлшектің мәні 5-тен 1-ге тең болады. Екіншісінде дәл солай орындаймыз. 10-нан 3,6-ны азайтамыз. Бөліміндегі санды бұл 6,4 болады. Алымын өзін жазамыз. Демек, бұл жерде де үтірден кейін бір цифр болғандықтан, демек, бір нөлі бар разряд бірлігіне көбейтеміз. Яғни 10 болады бұл. Енді 10-ға көбейтсек 64-тен 16 болады. Оны 4-ке қысқартамыз. Демек, бөлшектің мәні 4-тен 1-ге тең. Кейінгісінде дәл солай орындаймыз. Бұл бөлшектің мәні 5-ке тең болады. Төртіншісінде де дәл сондай берілген, алым мен бөлімінде айырма берілген. Біз айырмаларды орындап, оларды бөліп, есептеп жазып қойдық. Бұл бөліндінің мәні 4-ке тең болды. Одан кейінгі бөлшектің мәнінде дәл солай есептеп шықтық. Тек бұл жерде айырмашылығы, енді бұл жерде 10,18 бен бөлімінде 0,136 болды. Яғни бөліміндегі үтірден кейінгі цифр саны 2 болғандықтан, бұны үтірден кейін неше цифр болса, сондай нөлі бар разрядтық бірлікке көбейтуіміз керек. Яғни 100-ге көбейтеміз. Ондай сан 100, демек алымында 100-ге көбейтеміз. 10,18-ді 100-ге көбейтсек 1080 болады, ал 0,136-ны 100-ге көбейтсек 36 болды. Енді натурал сан пайда болды. 1080-ді 36-ға бөлсек, бөлшектің мәні 30-ға тең болады. Одан кейінгісінде дәл солай орындаймыз. Ол жерде де 100-ге көбейтіп, есептеп жазып қоямыз. 950-ді 19-ға бөлсек 50 болады. 928 есеп, бұл жерде дәл жоғарыдағыдай орындаймыз, тек бұл жерде көбейткіштер еді. Бұл жерде көбейткіштердің соңындағы енді есептемей тұрып санаймыз. Үтірден кейінгі нөлдерді санаймыз, үтірден кейінгі цифрларды санаймыз. Бұл үтірден кейінгі бірінші көбейткіште 1 екен, екіншісінде 2 екен, үшіншісінде 1 екен. Демек, 4 бар. Ендеше бұны біз 4 нөлі бар разрядтық бірлікке, яғни 10-ға көбейтеміз. Бөлімінде дәл солай 10-ға көбейтеміз, өйткені бөлімінде 4 цифр бар. Енді мына сандардың барлығы үтірі жойылып, натурал сан көрінісіне келді. 13 көбейту 45, көбейту 72 болды. 15 көбейту 12, көбейту 65. Бұл жерде біз 13 пен 65-ті қысқартамыз, 45 пен 15-ті қысқартамыз, және 72 мен 12-ні қысқартып жаздық. Қысқартқандағы сандарды жазып қойдым, және оларды көбейтіп жаздық. Нәтижеде 5-тен 18 саны келіп шықты. Біз бұны аралас сан түріне келтіріп қоямыз. 3,5-тен 3 деп, ал бұл 3,5-тен 3 аралас санды ондық бөлшек түрінде 3,16 деп жазып қоямыз. Екіншісінде дәл солай орындаймыз. Бұл жерде цифрлар саны алымында 1, 2, 3, 4 екен, ал бөлімінде 2, 3, 4, 5 екен. Ендеше біз бұның егер қайсысында бөлімінде көбірек болатын болса, сонша нөлі бар разрядтық бірлікке алымында бөлімінде бірдей қылып көбейтеміз. Ендеше бұл жерде 5 нөлі бар разрядтық бірлік, яғни 100 мыңға көбейтеміз. Нәтижеде қайсысында егер артықша көбейткен болсақ, мысалы мына алымында 4 еді ғой, біз бұл жерде 5 нөлі барға көбейттік. Мыналардың біреуінің соңына 1 нөл тіркеп жазып қоямыз. Ендеше 17 көбейту 45, көбейту 69, 11-нің соңына 1 нөл тіркеп жаздық, 110 деп. Өйткені ол жерде 1 нөл артық көбейттік. Ал бөлімін
бірдей болды. Өйткені цифрдан кейін 5 цифр бар болғандықтан бұл жерде барлығы өз қалпында натурал сан болып қалады. Яғни үтірлері жойылып. Мынан 23, мынан 68, мынан 9, мынан 55 дейміз де, оларды қысқартып жазғанда 4-тен 30 саны келіп шықты. Енді оны аралас сан түрінде жазатын болсақ 7,4-тен 2 болады, ал ондық бөлшек түрінде 7,5-ке тең болады. Үшінші есепті жазамыз. Ол жерде де дәл солай үтірден кейінгі цифрлар санын санап, алымында 1, 2, 3, 4, 5 екен, ал бөлімінде де 5 екен. Ендеше бұны 5 нөлі бар разрядтық бірлікке, яғни 100 мыңға бірдей көбейтіп есептеп жазып қоямыз. Бұл бөлшектің мәні 16-ға тең болады екен. Кейінгісінде дәл солай орындаймыз. Бұл жерде бөлшектің мәні міне есептеп жазып қойдық, 30-ға тең болды. Өз беттеріңізше орындап тексеріп көрсеңіздер болады. 929 есеп. Дүкенге сатуға әкелінген көкөністің бірінші күні 4-тен 1 сатылды. Екінші күні қалғанның 0,4 сатылды. Одан қалғаны үшінші күні сатылды. Үшінші күні екінші күнге қарағанда 570 кг көкөніс артық сатылды. Дүкенге сатуға неше тонна көкөніс әкелінген? Демек, бірінші күні қанша көкөніс әкелінгені белгісіз, бірақ ол көкөніс, барлық көкөністің 4-тен 1 болса, барлық көкөністі біз x пен белгілеп, бірінші күні 4-тен 1 x, яғни ондық бөлшек түрінде 0,125x болады. Екінші күні қалғанның 0,4 сатылды деген. Демек, x-тен 0,125x азайтып, 0,4-ке көбейтсек, бұл екінші күні сатылғаны келіп шығады. Ал үшінші күні 0,3x-ке 570-ті қосамыз. Өйткені үшінші күні екінші күнге қарағанда 570 кг көкөніс артық сатылды деген. 0,3-ті мына теңдеуді орындап, x-ті табуды есептеп жазып қойдық. Содан келіп шықты. Демек, барлығы x деп, енді теңдеуді орындаймыз. Демек, осы 3 күнге сатылған көкөністердің барлығын жазып шығамыз. Яғни 0,125x бірінші күні, екінші күні 0,3x, ал үшінші күні 0,3x пен 570-тің қосындысы еді. Бұның барлығын қоссақ, x, яғни барлығы келіп шығады. Енді біз мыналардың барлығын есептеп, x-тің жанына өткіземіз. X азайту 0,185x тең 570 болады. X-тен 0,185-ті азайтатын болсақ, мына жерде біз x-тің алдында бір коэффициент бар деп білеміз. Бірден 0,185-ті азайтамыз. Бұл 0,115-ке тең болады. Енді x-ті табу үшін біз 570-ті осы 0,115-ке бөлеміз. X-іміз 3800 килограмм болды, яғни 3,8 тонна. Демек, жауабы дүкенге сатуға 3,8 тонна көкөніс әкелінген. 930 есеп. Оқулық компьютерді теру үшін 3 терушіге берілді. Бірінші теруші оқулықтың 20-дан 7-сін, екінші теруші қалғанның 0,6-сын, үшінші теруші қалғанын терді. Үшінші теруші бірінші және екінші терушілердің терген беттерінің қосындысынан 120 бетті кем терді. Компьютерде терілген оқулықта неше бет болған? Есептің шешуі, бұл жерде оқулықтың бет саны белгісіз, сондықтан оны x пен белгілейміз. Оқулықта неше бет болғанын білмейміз, бұны x деп аламыз. Енді бірінші теруші тергені, ол 20-дан 7-сін терген. Демек, барлық оқулықтың бет санынан 20-дан 7-сін терген болса, ендеше оның қанша тергенін табу үшін оны x-қа көбейтсек жеткілікті болды. 20-дан 7-ні біз ондық бөлшек түрінде 0,135x деп жазып алсақ болады. Бұл бірінші терушінің терген беттері. Ал енді екінші теруші дейді, екінші теруші дейді, оның қалғанының 0,6-сын терген. Демек, оның қалғаны болса барлығы 1 деп есептесек, 1,135-тен азайтып тауып аламыз қалғанını. Бұл 0,165 болады. Осыны 0,6-ға көбейткенге тең екен. Ендеше оны көбейтіп есептеп жазып қойдық. Бұл 0,139x болды. Демек, бұл екінші терушінің терген беттері. Енді үшінші теруші бірінші және екінші терушілердің терген беттерінің қосындысынан 120 бетті кем терді дейді. Демек, біз 0,135x пен 0,139x-тің қосындысынан 120-ны азайтсақ, үшінші терушінің қанша бет тергені келіп шығады. Оны жазып қойдық, 0,174x азайту 120 деп. Енді теңдеу түземіз. Осылардың
бірінші терушінің, екінші терушінің және үшінші терушінің мына өрнектерді мен қосып жазамын. Сонда бұл компьютерде берген оқулықтың барлық бетіне тең болады, яғни x-ке. Жаздық 0,135 x қосу 0,139 x қосу 0,174 x азайту 120 деп бірінші белгісіздердің бәрін қосып аламыз, яғни x-терді 0,135 пен 0,139 және 0,174 x-ті қоссақ 1,148 x болды. Енді мына x-ті осы x-тердің жанына өткіземіз. Бұл азайту таңбасымен өтеді. Азайту x тең мына 120 тең деп екінші бетке өткіземіз бұны. Бұл қосу таңбасымен өтеді. Сонда 1,148-ден x-ті азайтатын болсақ, x-тің алдында коэффициент 1 бар деп білеміз. Демек 1-ден 1 дасақ 0 қалады. Демек 0,148 x-іміз 120-ға тең екен. X-ті табу үшін 120-ны 0,148-ге бөлеміз. Демек x 250-ге тең болды. Жауабы компьютерде терілген оқулықта 250 бет болған. 931 есеп. Фермер 2 учаскеге жүзім және құлпынай екті. Ол бірінші учаскедегі 5 гектар ауданға жүзім егіп, 3 гектар ауданға құлпынай екті. Фермер екінші учаскенің 3 гектарына жүзім егіп, 5 гектарына құлпынай екті. Фермер бірінші учаскеден 55,5 центнер жүзім және құлпынай өнімін алса, екінші учаскеден 54,1 центнер жүзім және құлпынай өнімін алды. Фермер 1 гектар ауданнан неше центнер жүзім алды? 1 гектар ауданнан неше центнер құлпынай алды? Есептің шешуін орындаймыз. Бұл жерде жүзім және құлпынай болғандықтан екеуі де белгісіз. X пен жүзімді, Y пен құлпынайды белгілеп теңдеу түземіз. Демек, бірінші учаскедегі 5 гектар ауданға дейді жүзім екті дейді. Демек, қанша жүзім еккен белгісіз, оны 5x дейміз. 3 гектар ауданға құлпынай екті, ол 3y болады. Екеуін қоссақ 55,5 центнер өнім алған осы екеуінен. Ал енді екінші учаскеде дейді 3 гектарына жүзім еккен, 5 гектарына құлпынай еккен. Бұның өнімі 54,1-ге тең екен. Енді фермер 1 гектар ауданнан неше центнер жүзім алғанын, 1 гектар ауданнан неше центнер құлпынай алғанын табу үшін біз осы теңдеуді қосамыз. Яғни 5x-ке 3x-ті қосамыз 8x болады, 5y-ке 3y-ті қосамыз 8y болады. Яғни барлығын табамыз ғой. Ал өнімдері екеуін қосатын болсақ 109,6-ға тең екен. Енді қысқарту үшін біз барлығын 8-ге бөліп жібереміз. Сонда 8-ге бөліп жіберсек, x қосу y-тен 13,7 келіп шығады. Бұл жерден x-ті тауып аламыз. Ол үшін 13,7-ден y-ті азайтсақ жеткілікті. Енді біз жалпы тауып алдық қой бұл жерде. Енді 2 белгісіз болып тұр. Сондықтан мына 2 теңдеудің біреуіне біз мына x-тің орнына осы өрнекті қоямыз. Демек, мына екінші теңдеуді алайық. Осы жерде 3 көбейту деп x-тің орнына 13,7 азайту y-ті қоямыз. Жақшаға алып жазамыз. Қосу 5y-ті жазып, тең 54,1 деп есептейміз. Енді жақшаның ішін ашып шығамыз, яғни 3-ке көбейтеміз. 3-ті 13,7-ге көбейтеміз. Ол 41,1 болады. Ал 3-ті y-ке көбейтсек, минус 3y. Қосу 5y тең 54,1 болады. Енді мына жерде бос мүшені екінші жаққа белгісіздерді бір жақ сол жаққа теретін болсақ, 5y-тен 3y-ті азайтатын болсақ 2y болады. Ал 54,1-ден 41,1-ді алатын болсақ 13 болады. Демек, y-ті табу үшін біз 13-ті 2-ге бөлеміз. Демек, y-іміз 6,5-ке тең болады. Енді y белгілі болды, яғни құлпынай 6,5 центнер екен 1 гектардан. Енді біз жүзімді табуымыз керек. Ол үшін мына жердегі y-тің орнына мына x тауып қойған едік. Осы жерге біз 6,5-ті қойып есептейміз. X табу үшін 13,7-ден 6,5-ті азайтамыз. Бұл 7,8 центнер болады. Демек, 1 гектардан 7,8 центнер жүзім алған. Жауабын жазып қоямыз. Фермер 1 гектар ауданнан 7,2 центнер жүзім, 6,5 центнер құлпынай алды.
932 есеп. Оқушы кітапты 3 күн оқыды. Ол бірінші күні кітаптың 0,2-сін және 5 бетін оқыды. Екінші күні кітаптың қалған беттерінің 0,4-ін және 7 бетін оқыды. Үшінші күні кітаптың одан қалған беттерінің 0,8-ін және қалған 10 бетін оқыды. Оқушы оқыған кітапта неше бет болған? Есептің шешуін орындаймыз. Бұл жерде x деп кітаптың барлық бетін белгілеп аламыз, өйткені ол белгісіз. Бірінші күні оқығаны 0,2 бөлігін және оған қоса 5 бет оқыған, оны 0,2x қосу 5 деп жаза аламыз. Ал бірінші күннен қалғанына 0,8x азайту 5 дейміз. Өйткені кітаптың барлық бетін x пен белгілесек, 1 бүтін деп есептесек, 0,2-сін оқыса 0,8-і қалады. Және 5 бетті оқыған, сондықтан минус 5 бет дедік. Қалғанынан 5 бетті қосып оқыған. Ал енді екінші күні осы қалғанының дейді 0,4-ін, демек мынаның қалғанының 0,4-ін және оған қоса 7 бет оқыған. Мынаны көбейтуді жақшаның ішіндегі әрбір көбейткішке көбейтіп есептеп жазып қойдық, ықшам түрге келтірдік. Сонда 0,132 көбейту x қосу 5 болады. Бұл екінші күні оқыған беттері. Ал үшінші күні дейді, екінші күні қалған беті, яғни осыдан 0,8x-тен азайтамыз, мынаны жаңағы екінші күні оқыған бетті азайтып тастаймыз. Бірінші күнгіден қалғанды азайтсақ, мынау келіп шығады 0,148. Кешірім өтінемін, мына жерде x қалып кетіпті, азайту 10 деп жазып қоямыз. Бұл екінші күні оқығаннан қалған беті. Енді теңдеу түземіз. Бұл үшінші күнгісі, демек кітапта неше бет болғанын табу үшін 0,148 көбейту x азайту 10 болады. Оны көбейтеміз, бір азайту 0,18-ді. Яғни 0,12-ні. Сонда бұлымыз және 10 бет қосып оқыған, сол тең 10 бетке болады. Енді бұларды есептеп шығатын болсақ, x-іміз 125-ке тең болды. Демек, жауабы оқушы оқыған кітапта 125 бет болған. 933 есеп. Жеңіл мәшине екі қала арасындағы қашықтықтың бірінші сағатта 6 км кем 0,4 жүрді. Екінші сағатта қалған қашықтықтың 10 км кем 0,6 жүргенде қалаға дейін 70 км қалды. Екі қаланың ара қашықтығы неше километр? Жеңіл мәшине бірінші сағатта неше километр жүрді? Есептің шешуін орындаймыз. Екі қаланың ара қашықтығын x пен белгілеп, бірінші сағатта жүрген жолыны 0,4x азайту 6 деп белгілейміз. Бірінші сағатта қалған жолды жазамыз, ол 0,6x қосу 6 болады. Енді екінші сағатта жүрген жолыны осы бірінші сағатта қалғанына 0,6-ға көбейтіп, және 10 километр кем деген ғой, сондықтан азайту 10 деп жаздық. Енді бұны ықшам түрге келтіретін болсақ, жақшаның ішін көбейткішке көбейтіп ықшамдап шығамыз. 0,136x азайту 6,4 болады. Бұл екінші сағатта жүрген жолы болып табылады. Енді теңдеу түземіз. 0,4x азайту 6 қосу 0,136x азайту 6,4 қосу 70-іміз бұл тең болады. Бұлардың бәрі жүрген жолы x-ке, яғни екі қаланың ара қашықтығына. Өйткені осының барлығын бірінші сағатта, екінші сағатта жүргеннен кейін әлі 70 км қалды деген. Сол 70 км-ді мына жерге қосу деп жаздық. Енді теңдеуді x-терді бір жаққа, бос мүшені екінші жағы, теңдіктің екінші жағына өткізіп теңдеудің орындаймыз. Бұл жерде x-іміз 240-қа тең болды. Енді жеңіл мәшине бірінші сағатта қанша жол жүргенін табу үшін, мына бірінші 0,4 көбейту x-тің орнына 240-ті қойып есептеп көреміз. Міне есептейтін болсақ 90 км болды. Демек, жауабы екі қаланың ара қашықтығы 240 км. Жеңіл мәшине бірінші сағатта 90 км жүрді. 934 есеп. Амалдарды тиімді тәсілмен орындаңдар. Берілген өрнекті жазып алып, оларға орындалу ретін жаздық. Бірінші, жақшаның ішіндегі амалды, яғни бөлшектің алымындағы амалды орындаймыз, жақшаның ішіндегіні. Одан кейін оны жақшаның сыртындағы 0,9-ға көбейтеміз. Одан кейін бөлімін орындаймыз. Бөліміндегі жақшаның ішіндегі амалды бірінші орындаймыз. Үшінші жол болады бұл. Ол шыққан санды 1,2-ге көбейтеміз. Төртінші жол.
Одан кейін мына екінші жолдағы шыққан санды төртінші жолдағы санға бөлеміз. Бұл бесінші жол болады. Осылайша ретімен бөлеміз. Бөліп жазып есептеп қойдым. Бұл өрнектің мәні 2,125-ке тең болды. Мына жерде қосу, көбейту, азайту барлығын толық көрсетіп жазып қойдым. Өз беттеріңізше орындап тексеріп көрсеңіздер болады. Екінші өрнекті де дәл солай орындаймыз. Бірінші бөлшектің алымын орындаймыз. Алымындағы жақшаның ішіндегі өрнектің бөлу амалын бірінші орындаймыз. Орындалу ретін үстіне жазып қойдым тәртібіні. Бірінші бөлу, одан кейін қосу, кейін көбейту орындалады. Одан кейін бөліміне өтеміз. Бөлімінде де жақшаның ішіндегі өрнектің көбейтуі бірінші осы амал орындалады. Одан кейін азайту орындалады. Сосын барып мына жақшаның сыртындағы көбейту амалы орындалады. Демек 6-шы болады. 7-ші осы 3-ші орындалған амал менен мына 6-ші орындалған амалды бөлеміз. Бұл 7-ші амал болады. Өрнектің мәні 0,17-ге тең. Міне 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші амалдарды орындалу ретін жазып қойды. 5-ші, 6-ші, 7-ші жолдары да орындалуы толық көрсетілді. Осымен бүгінгі сабағымыздың барлық есептері орындалды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.